Глубокое кентінің Оралхан Бөкей атындағы Қазақ орта мектебінің 4-ші А сынып оқушысы Беделхан Мөлдір. Абай Қанабайұлы қыз. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік, аяз бен қар, кәрі құдақ қыс келіп әлек салды. Ұшпадай бір күн киген оқшыр айтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Бұлыттай қасы жауып екі көзін, басын сіліксе қар жауып мазаңдалды. Борандай бір сарқ етіп қолданғанда, алты қанат ақ орда үйшей қалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домдығып үсік шалды. Шидеммен тоңқабаттап киген малшы, бет қарауға шыдамай сырт айналды. Қар тепкенге қажымас қайран жылқы, тетігі құруына тез тақалды. Қыспен бірге тұмсығын салды қасқыр, малшыларын қорғылма итке малды. Соныға малды жайып күзетіңдер, ұйқы өлтірмес қайрат қылбыз қамалды. Ет жегенше Қондыбай қанай жесін, құр жібер мына антырған кәрі шалды.